Аха. Не, штативті апарам. Сосын сонымен бірге видео түсірекші, күшті қылып. Алдында жібердім ғой. Қызым, сабағыңнан қаласың, шық енді. Қазір анашым, алло, көркем студияда кездесеміз ғой, давай шығайын деп жатырмын. Аяжан, мына столдың заттарға тиіспеші ма? Мен кекесін өзім реттеймін. Жарайды, тәте. Мама тиіспесе, мен тиіспеймін ғой. Тәте, телефонды қалдырып кетші, өтінемін. Аяжан, қызықсың, мен саған қазір қалдырып кетсем, ертең мамамен сөйлесе алмай қаламын. Так что бүгін мама көмектесе ма? Кекесін бірге тикток түсіреміз. Жарайды, тәте, жолың болсын. Мама, мен шығып бара жатырмын, давай. Шықтың ба қызым, как те тұр? Қарақатынан алып ал. Мама, келесі апта мен туған күнім ғой, саған штатив алып беріңізші. Әрине ботам, осы айдың айлығы, әкеңнің айлығы түседі, сол кезде саған бірден штатив алып беретін боламыз. Мама, папаның айлығына дейін әлі біраз бар ғой. Қызым, енді ақшаның айлығы ыңғайы сол кезде болады ғой. Не, сондайсыңдар, қойыңдар. Қарақат қызым. Сол, короче, пентхаусты уже үшінші сынып шығайды деп. Қалай ойлайсың, төртке бара ма? Нет, вроде бармайды. Я органның орнына. Қалайсыңдар қыздар? О, привет, қалайсың Қарақат? А Не чё? болды? Неге настроение жоқ? Не болды, ауырып тұрсың ба? Бір ренжітті ма? Енді не болды? Айтсайшы. Айтсаңшы енді. Ту мамам ғой. Алдында айтып едім ғой, штатив алып беремін деп жатыр деп. Сол папамның айлығы түскеннен кейін алып беремін дейді. Білесіңдер ме, папаның айлығына әлі біраз бар ғой. Ай, Қарақатай, не болды сонша ренжіп жатсың? Менде бар ғой, қаласың сонымен түсе бер. Соны айтам. Өйтіп ренжімеш? Иә. Жүріңдер одан да кеттік. Иә, сценарийімізді көрсетейікші апайға. Иә, кеттік. Күшті жазып қой. Саламатсыздар ма құрттар? Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Балалар, қалған балалар келем дегенше дайындалып алайық, жарайды ма? Сценарийлердің барлығын реттеп, бүгін локацияларға бөліп тастауымыз керек. Себебі ертең директор келсе, бірден съемканы бастап кетеміз, жарайды ма? Аха. Апай, сыртқа шығып келсем бола ма? Жарайды, барып келіңіздер. Балалар келмеген оқушыларға хабарласыңыздар. Апай, алып жүрсем бола ма? Барып келе қойыңыз. Ақылбек, Дамирге звондаңызшы, тез жетсін. Саламатсыз апай, кіруге рұқсат па? Неге кешігіп жүрік балалар? Алдияр, сізде бастроль бар екен білесіз ғой, а? Дайындалыңыз сондықтан. Әжелердің барлығы тек қана линияға жазылғаны. Қалған сөздердің барлығын өздеріңіз ойда айта бересіздер, жарайды ма? Жалпы сценарий түсінікті болды ғой. Өздері ойларына. Иә, болады, өздері қоса берсін. Тек съемка барсын тоқтап қалмаңыздар, жарайды ма? Негізі бөліп алдыңыздар ғой сценарийді. Жарайды. Аха, түсінікті. Так, мына жерде сіздің сөзіңіз, иә? Одан кейін көркем айтады. Айтылуы сөйлейді. Жақсы сценарийлеріңіз негізінде. Балалар, Жанияның сценарийін көрдім, көркем екеуінікі жалпы жақсы екен. Съемкаға барынша дайын, енді рөлге бөліп оқуларыңыз қанағат, жарайды ма? Айсұлу, сценарийлеріңіз. Мен сценарийім ана жақта қалып қояды, алып келсем бола ма? Жарайды, бірден сол жақтан көрейік, жарайды ма сценарийлеріңізді? Қарақат, осыдан кейін сіз кіресіз ғой, жарайды ма? Балалар, сіздер дайындалыңыздар жігіттер, иә? Қазір Айсұлулардікін көріп қыздарды қайтарайын, сосын сіздердікін көреміз. Айсұлу, сценарийіңізді алып келе қойыңыз. Штативім қайда? Қарақат, жай сұраса да болады ғой, берем ғой. Мен не істеймін? Айсұлу, сценарийіңізді алып келе қойыңыз. Апай, келесі болып кірсем бола ма? Не болды сізге? Қайта сұрап кеттіңіз ғой. Барыңыз, Қарақат шақырып келіңіз. Қазір. Сені шақырып жатыр. Кімді шақырып жатыр? Сені.
Айс, не болды саған? Неге көңіл күйің жоқ? ешнәрсе болған жоқ. Апа бір кеңес деді ма? Айтсайшы. Штативім жоғалтып алдым. Штатив? Қалай жоқ, бір жерге ұмытып кеткен шығарсың. Қарап көрсей тағы да. Жоқ, бағана үйден шығардың алдында салғам. Қазір қарасам жоқ. Қалай сонда? Біздің арамызда ұры бар ма? Бар. Кім? Бағана қарақат менен қалам сұраған. Қарақат? Оля, Айс қайдағын айтпаш? Қойшы Айс, ол жақсы қыз ғой, ондай қасиеті жоқ. Ей, сендер оны қақтан білесіңдер? Жақсы қыз екен, келгені кеше ғана емес па? Асық шешім қабылдамаса Айсұлу. Ей, қойындар, сендер қақтан білесіңдер? Соның сөзін жақтап қапсыңдар, құрындаршы бар. Апай, кіруге бола ма? Кіре қойыңыз. Қарақат, негізі сценарийлеріңіз дайын бе? Иә, барлық дайын. Айсұлуға не болған? Білмеймін, не болып қапты. Мен көңіл күйі жоқ сияқты Айсұлу деп қайта-қайта айтып жүрмін. Апай, бұлардың барлығын ертең тапсырамыз ба? Әрине ертең тапсырасыздар, өйткені ертең директор келсе тексереді. Қазір мен көріп шығайын. Мына жердегі рөлдің барлығын бөліп алдыңыздар ғой, иә? Негізі барлығын бөліп алғанбыз. Жарайды, Қарақат, сценарийді алыңыз, дайындалыңыздар, ертең толық түрде өткізесіздер. Қыздарға айтыңыз, жаңа сұраған қыздар қайта берсін. Жарайды ма? Ал балаларға айтыңыз, мені күтсін. Қазір мен өзім барамын. Сау болыңыз, апай. Жақсы, сау бола қойыңыздар. Давай. Пока. Айсұлу, жүрсек барлығымыз бірге қайтайық. Қазір әкем келеді, барлығымыз апарып тастайды. Қойшы, өздерің қайта беріңдер. Айсұлу, саған не болды? Қарақат, сен жақсы білесің, мен не үшін ашуланып тұрғанымды. Қыздар, мән бермей қой. Жүріңдер бәріміз атан. Иә, жүріңдер. Айс, а чё там настроениең жоқ қой? Бәрі нормально. Кстати, қасыңдағы қыздармен бөлек жүретін бопсың ғой? Жоқ, бүгін ертерек шығу керек болды. Айс, кстати, сендердің топтарыңа новенький қыз келіп еді ғой? Аты кім еді? Да, Қарақат. Сол саған бір түрлі болып көрінбейтін сияқты ма? Үндемей жүріп барлығын білдіретін сияқты. Оны қаяқтан шығардың, мен настроением жоқ дейсіз, айтшы, кету керек. Егер настроениең жоқ болса, бірге қыдырып қайтпадық па? Жоқ, үйге ертерек бару керек, давай. Ну ладно, өзің білесің ғой. Пока, Айс. Сен сөзің дұрыс емес дейді ғой, Қарақатты ұрлықшы болған қараш. Қыздардың барлығы сон жағына шығуға. Көресің, үйге барғасын анасына хабарласам, білсін қызының қандай ұрлықшы екенін. Тәте, келдіңіз ба? Жүріңізші, айтып едіңіз ғой, тек түсірекші өтініп. Ой, қойш дедім ғой, Аяжан. Айсұлу, қызым, не болып қалды? Заттарын жинап жүрсеңші. Аяжан әлі кішкентай. Бауырларың кішкентай екенін білесің ғой, наш тәте.